Ассалаумағалейкум подписчиктер. Бүгінгі видеода сендерге 4-ке 1 қалққан кезде, 4-ке 2 қалққан кезде неше түрлі тактикалар, неше түрлі шешімдерді бүгін видеода үйрететін боламын достар. Так что видеоны внимательно қарап, шайларыңды дайындап қойыңдар. Ал біз видеоны бастаймыз. Пока что лайк басып, тіркеліп қой, родной. 3 секундта давай. 1 2 3. Мына тактиканы қарсыластарын көрмей тұрғанда сен жаттап ал тез. А то қарсыластар саған жасайтын болады оны. Тиммейтің құлақ қалды, сен 2-ке 1 қалдың. Әдейі өзімізді пальт етеміз да, сол жақтағы позицияны занимать етеміз. Содан кейін сол жағынан тұрып, осылай атсақ, бізге оқтар тимейді. Яғни ұстап алу шансы 50-50 достар. Қарсыласымызды көрдік, енді ол тиммейтін көтеруге барады. Бірақ біз оған мүмкіндік бермейміз. Дальше пуш жасаймыз. Сенікін осылай қоямыз да пушқа кіріп жатыр деп ойласын. Ал бірақ бізде өте басқаша план. Алдымызда дроп тұр, значит дропқа секіріп атуға болады. Позицияңды басқа жаққа қаратай өзгертіп, үсті жаққа шығатын болсан, саған тию өте қиын. Осы моментті қолданып, біз хедшотымызды жабыстырып жереміз. Қолдан, родной. 3-ке 1 қалып қалдың, өте қиын жағдай. Мына жерде сол жағымызда бір адам бар, оң жағымызда бір адам бар. Сол жағымыздағы адамға өтірік граната лақтырамыз, чтобы ол қашып кету үшін, сосын біз әдемі позиция алу үшін. Тактикамыз жүзеге асқан болатын достар. Енді граната жарылатын жерге стенка қойып, момент ұстаймыз достар бұл жерде. Енді біз қалған 2 адамды көріп қойған болатынбыз, бұларға тактика құрамыз достар. Мына жерден қарсыласымның қателігіне ұстап аламын. Неге? Өйткені ол алдыма стенка қойған болатын. Значит, ода слепая зона, дәл қазір мені көріп тұрған жоқ. Сол моментті қолданып, біз упорно пушқа кіріп кетеміз. Соңғы қарсыласым пампымен упорында тұрған болатын. Оған мынандай тактика жасаймыз достар. Шакпен алдаймыз, яғни дауыстармен алдаймыз. Бір жерде ұзақ жүгіріп тұрамыз да, одан кейін кетіп қалғандай түр жасап, қайттан артқа қайтып, қарсыласымызды алдап кетеміз. Енді бұл жерде соңғы момент, соңғы шанс, яғни настройка шешетін шанс достар. Ұстай аламыз ба? Ұстаймыз әрине достар. Соңғы рет маған осы роднолар тіркеліп қойыпты. Сен де тіркеліп қой видеодан пайда болу үшін. 4-ке 1 қалып қалдың, сен де только UMP. Саған бәрі қарап тұр, қызың қарап тұр, гильдиядағы лидерің қарап тұр, достарың қарап тұр. Не істейміз? Біріншіден сол жағымдағы адам маған смогын лақтырған болатын. Значит, ол адамда информация бар. UMP-пен смогты прошивать етеміз достар. Қарсыласым мен атып атқанын көріп, мені пуш жасайды. Бұл жерде менің қарсыласым қателік жасаған болатын. Өйткені мені просто зажиммен алып кеткісі келді. Бірақ адам просто денеге атып тұрған кезде бізде ұстап алуға мүмкіндігіміз бар достар хедшотпен. Бұл қарсыласымыз алғаннан кейін асықпай, паника ұстамай информация жинаймыз достар. Оң жағында адам көріп қойған болатынбыз, значит ода информация бар. Осы қарсыластарымыз алғаннан кейін асықпай дабит етіп, келесі адамдар туралы информация іздейміз. Қарсыласымды көріп қойған болатынмын. Сенкімді қойып, мына жерде күтіп тұрмын. Олардың ойлар бойынша мен пушқа кірмеймін. Бірақ адамның миына қонбайтын нәрсені істейтін боламыз достар. Пушқа кіреміз. Яғни оларға ыңғайлап ашыламыз. Және де біреуін ұстаймыз достар. Бұл жерде қарсыласым қателік жүрген болатын. Наушниктің арқасында мен оны шагын естіп қойған болатынмын. Ол терезеден секіріп маған пушқа кірмекші. Бірақ мына жерде смок тұрғаннан кейін смоктың жанына тұрып аламыз да просто так зажимать ете саламыз достар. Егер де сендердің қарсыластарың осылай смокта тұрған болса, оның прицелі сендерге бармайды достар. Так что смело зажимать ете беріңдер. Мен телеграм каналымда 10.000 теңгеге подписчиктеріме розыгрыш жасап атқан болатынмын. Сол үшін телеграм каналға тіркеліп, арасында тегін настройка алып кетсеңдер болады достар. Так, на позицияға мен не үшін келдім? Өйткені 3 тиммейтім центрда жүр, атып атқан болатын, сондықтан противниктердің бәрі центрға барды. Сондықтан алдап, артынан кіріп кетуге болады. Бірақ мені біреу байқап қойған болатын. Оттяжканың секретінің арқасында мен оған оттяжкасын беріп тастаймын достар. Так, тағы артынан досы жүгіріп келе жатқаннан кейін мен оны тезірек добивать етемін. Яғни жатқан жерінде оттяжка жасап добивать етемін достар. Айғайлағаныма мән бермей қойыңыздар, өйткені шынайы ранг ойнап отқан болатынбыз стримда достар. Так, енді екіншісі келіп алған болатын. Бізде екіншісін қалай ұстау керек? Біріншіден бірінші атқанын күтеміз, яғни байт жасаймыз. Бірінші атқан кезде сол кезде қарсыласымызды атып тастауға біз 1 секундтық шанс болады достар. Ал егер де оған көнбей атса, рисковать етіп көруге болады достар. Так, енді бұл жерде біз тағы да қарсыласымызды байқап қойған болатынбыз. Бұл жерде ең бастысы паника ұстамай, спокойно ойнау. Біріншіден достар, күнделікті қалай полигонда ойнайсыздар, қалай хедшот бересіздер полигонда, яғни тренировкада. Бұл жерде тура соны елестету керек достар. Соны елестетіп, бұл жерде расслабленно ойнау керек достар.
Так, енді достар, бұл кезде енді асықпау керек, өйткені ода бір оқтық дробовик, который 150 хпсын алып тастайтын упорында, сол үшін мен рашқа кірмеймін достар. Қарсыластарын көтеріп алуға бұл жерде мүмкіндік беремін достар. Ай, бля, істеген болғаны. Осы жерде қарсыласымның қателік жібергенін байқаймын. Неге? Өйткені авикпен мені қарап тұрған болатын. Сондықтан сол жағынан шығып, хедшотын қадап тастаймыз достар. Бұл жерде тағы да секіріп, қарсыласымның қай жерде тұрғанын көріп алғаннан кейін тиммейтін добить етуге барамын достар. Мен неге рашқа кіріп баратырмын? Өйткені мен ана жерде екі стенкімен жауып, вагонға шығып кетіп, одан кейін ол кетіп қалғаннан кейін артынан кіріп ұстап кетуге мүмкіндігім болады достар. Осындай тактика алдын ала ойластырылған. Қарсыласымыз алданып қалды, тактикамыз істеді. Енді ең бастысы оттяжкамен ұстап алу достар. Қарсыласымызды тезірек добить етіп стенка аламыз, бірақ өкінішке орай ол жерде стенка болмайды. Енді бұл жерде мен мына стенканы сындырамын да, тура жанында осылай тұрып аламын. Өйткені кейде стенка дұрыс қойылмай қалуы мүмкін. Міне осылай. Тат соям толғанын көремін достар. Енді бұл жерде тәуекел жасамасаң қымыз ішпейсің деген мақал мәтел бугименнен достар. Соны қолданып упорына кіріп кетемін достар. Ал егер де сен бұлай хедшот бере алмасаң, мен YouTube арнама кіріп, сол жерде мен оттяжканы қалай дұрыс беруді үйреткен болатымын родной. Сол видеоны көріп шығып, одан кейін оттяжканы дұрыстап ал родной. Ал енді достар, видео соңына дейін жетті. Бүгінгі видеода сендер көп нәрсені үйрендіңдер деп ойлаймын. Келесі видеода қандай видео шығарайын, соны комментарияға жазып жіберіңдер. Ал егер де сен лайк басып, подписка жасап қарап отырсаң, онда сен лучшийсың родной. Жақсы көремін сендер достар. Жарайды онда достар, келесі видеода жүздескенше бәріне ассаламалейкум, сіздермен болған бугимен достар. Давайте.